Ас болсын, міне холодесіміз де дайын болды. Келіңіздер, бірге холодес жейміз. Керемет. Өздеріңіз білесіздер, бұл өте адам ағзасына пайдалы екенін. Енді мен бұдан былай үнемі жасайтын болдым бұны. Бұл енді таза коллаген екен ғой осы. Осыны әрбір адам бар ғой, постоянно жеп тұру керек екен негізі. Таза коллаген осы екен. Шындап келгенде. Мен де шынымды айтсам, осы уақытқа шейін бұны жасаған емеспін өзім үйімде да. Мен бірінші мәрте жасап тұрмын, сенсеңіздер де, сенбесеңіздер де. Мына бізде балалар бар ғой, жемейді ғой, бұндай нәрсені бар ғой. Ойбай деп тұяқты көрсе шошиды ғой олар. Оларға көрсетпей әкеп, мұны бәрін істеп жасадым. Олар жұмыста жүргенде әйтеуір бәрін тазалап, неғып, қазанға салып, енді дайым не қайнап жатыр дейді. Ой, таза коллаген қайнап жатыр деп қоямын. Енді Құда қаласа міне соларға коллагендерді ұсынамын, енді жесін. Сіздер де келіңіздер. Ал енді ас болсын. Мінекей YouTube көрермендері, бүгін мен базарға барып, мынау именно сиырдың алдыңғы сирақтарын алдым. Өйткені алдыңғы сирақтары біріншіден еттілеу болады екен, екіншіден бір андай не сасымайды екен да, иісі жоқ болады екен. Сол үшін сол алдыңғы сирағын алып келдім. Сосын мен бұны өткенде мен видео салғам холодес жайлы. Бірақ оны біз ауылда жасағанбыз. Мен өзім үйде бар ғой, үнемі бұлай жасамайды екенмін да. Енді бұдан бұлай жиі жасап тұрмасам. Мінекей әдемілеп тағы да жақсылап, жуып, тазалап, үлкен бір кастрөлеға салдым қайнатуға тұяқтарымызды. Енді бұл өздеріңіз білесіздер, ұзақ қайнайды, баяу отта. Мен шынымды айтсам, бұны бар ғой бір сүтке қайнатайын деп тұрмын. Өйткені ана жіліктердің ішіндегі бүкіл маңызы сыртқа шығу үшін. Мінекей тұяғымыз қайнап жатыр. Жайлап, жай отпен, баяу отпен да. YouTube көрермендерім, мына холодесім әбден қайнап бітті. Бір сүтке емес, 1,5 сүтке қайнады. Енді қазір еттерін алып, майдалап через ет тартқыштан или болмаса қолмен ақ турай саламын. Сосын зелен, чеснок барлығын саламын. Ішінде сүйектерін бәрін алып алайын қазір. Сіздерге оның бәрін көрсетпей қояйын, дайын болғанда бәрін көрсетермін. Мінекей, мына холодестеріміздің чесногын, укробын дайындап қойдым. Сосын мынау бір-екі мынандай көк перес салсам ба деп тұрмын. Мынандай көк пересті де салсам ба деп тұрмын. Кішкене дәм береді деп тұрмын да, мындай холодеске әдемі жақсы. Чеснокты осылай неғып алып, бұлай чеснок ұжмалтын. Мұжып. Осылай мұжып, чесногын солай саламын. Өздеріңіз көріп тұрғандай, етінің бәрін пышақпен майдалап турай салдым. Өйткені өзі де бір олжып, әдемі білесіздер ғой, сондай болып пісіп қалған. Сол үшін пышақпен ғана турай салдым. Қазір оны салайын. Сорпасына салып, араластырып жібереміз. Мінекей чесногымен, сарымсағымен мынау ащы бұрышымызды турап қойдық. Қазір осында салып жіберейін. Мінекей укробын турайын деп жатырмын. Турап болған соң көрсетемін сіздерге. Мінекей укробымызды турап болдық. Укроп ас көгімізді. Енді қазақшалап біреулер неге сөйлемес дейді, соны ұмытып кете бересің ғой. Мынау үйренген ауыз ол. О заманнан укроп деп жүргенбіз. Сол. Мінекей осында қазір саламын. Мінекей бүкіл затын қосып болдық. Өздеріңіз көріп тұрсыздар. Енді бір керемет болды. Өткендегі жасаған холодесіміз бар ғой, ауылда жасаған ол төркін жағында.
Ол кезде мүлдем басқаша болған. Мынау енді бір өзгеше дәм болып тұр. Чесногын да бәрін аямай қостым да. Бір енді дәмі керемет болды. YouTube көрермендерім, мінекей холодесімді жасап болдым. Өте бір керемет шықты. Сіздерге де осылай жасауға кеңес беремін. Және де каналыма подписаться етіп, лайк басып, келесі видеоларымнан, жаңа видеоларымнан қалмас үшін міндетті түрде подписка жасаңыздар. Өйткені алдағы уақытта бұдан да күшті түсірілімдер болады. Рахмет сіздерге.